Әдебиетке қызығу деген адамның бала кезінен басталатын шығар деп ойлаймын. Бұл кезде оның әдебиет екенін де білмейсің, ертек тыңдайсың, ақырындап оқуды үйренгеннен кейін мен өзі оқу үйренбей тұрған кезімде кітаптарды оқытып қойып жеңгеме бір жиенім үйде келіп тұрған, 11 оқитын жиеніміз, соған оқытып қойып тыңдап сөйтетін едім кітаптарды. Апамызға ертек айтқызып деген сияқты. Сондай бір құмарлық ол хат танымай тұрған кезден болды негізі. Кейіннен мектепте оқыған кезде де сол м, әңгімелерді оқып сөйткен кезде соны құмартып, сол жаңағы ол енді әлі бала кезіміз ғой, мектепке алғаш бастауыш класстарда жаңағы апамыздан әлде де болса ертек тыңдап деген сияқты жаңағындай бір кітаптарды үлкендерге оқытып қойып тыңдап, сол әдет сол кейінге дейін келді, кішкене ер жетіп қалғанға дейін. Одан кейін ақырындап роман оқи бастадық, орыс әдебиетін оқи бастадық. Сөйтіп оқып сол беті қызығушылық ес білгелі бар негізінде. Бірақ енді ол кезде әдебиетпен айналысамын деп ойламайсың. Өзіңнің бір мысалға біреу кино көрген жақсы көреді, біреу музыка тыңдаған жақсы көреді деген сияқты сондай бір қызығушылық ретінде мен өзім ес білгелі бар осындай нәрсеге қызығушылық. Ал енді Енді екінші сұрақ. кәсіби айналыса бастау дегенге келсек, ол мен қазақ әдебиеті деген газетте жұмыс істегенмін. 2010 жылы сол жерге жұмысқа тұрдым. 2010 жылы 19 жасымда сол жерде Жұмабай Шаштайұлы деген қазақтың жазушысы, мықты азамат болған. Сол кісі мені баулыды жазушылыққа. Сен жазушы болатын жігітсің, жақсы нәрсе жазасың деп, сол кісінің баулуымен кішкене кәсібилеп айналыса бастағанымыз сол уақыт. Рахмет. Ал сіздің ең сүйікті жазушыңыз немесе ғалымыңыз кім? Адамның өмірінде өзі әр кезде әртүрлі жазушыларға қызығады, әртүрлі стильге қызығады. Мен енді бала күнімде Бердібек Соқпақбаевты жақсы көріп оқыдым. Студент кезімде Мұхтар Мағауинді жақсы көріп оқыдым. Мысалға мектепте оқып жүрген кезде Бейімбет Майлинді, Әбіш Кекілбаевты қатты түсіне алмаған едім. Кейіннен керемет жақсы көріп оқып кеттім ол кісілерді. Оның алдында бір кездері Оралханды жақсы көріп оқыған кезім болды. Енді қазір ойлап отырсам, қазақ әдебиетінен сол Бейімбетті, Әбішті, Әбіш Кекілбаевты, Сайын Мұратбековті, Тынымбай Нұрмағамбетовті қазір де жақсы көріп қайталап оқиды екенмін. Осы төрт жазушыны айтуға болады. Бердібек Соқпақбаевты да қосуға болады осы қатарға. Ал енді жалпы әлем әдебиетінен алатын болсақ, біз енді түпнұсқадан тек қана орыс тілін оқи аламыз. Қалғандарын бәрі аударма ғой. Қазақша не орысша ғана оқи аламыз. Юрий Казаков деген жазушы бар. Сол жазушыны жақсы көріп оқимын. Ареке, Ал қазір рахат. Тілші ғалымдардан үлгі етіп алған ғалымыңыз кім еді? Екінші сұрағы сондай екен. Немесе ғалымдардан болған екен. Біздің тілші ғалымдар, қазақ тіл білімі өте керемет дамыған. Бұл нәрсе Ахмет Байтұрсыновтың тұлғасымен тікелей байланысты. Ахмет Байтұрсыновтай ғалым басқа түркі ғалымдарынан ондай деңгейдегі ғалым шыға қоймаған екен негізінде. Ахмет Байтұрсынұлының осыдан 100-110 жылдай бұрын жазып кеткен дүниелерін жалпы әлем тіл білімі сол Ахмет Байтұрсынов ұшқынын айтып кеткен дүниелерді, үлкен идеяларды кейіннен 80-ші жылдардан бастап зерттей бастаған екен. Сондықтан бірінші кезекте Ахмет Байтұрсынұлын айтуға болады. Одан кейін біз көп ғалымның бірі деп ойлайтын, деп былай қарағанда көп танымал емес мықты кісілер бар. Мысалға Маманов сияқты, Қордабаев сияқты ғалымдардың өзінің еңбектері сұмдық. Қай бағыттағы ғалымды алып қарасақ та, біздің мынау Совет үкіметі уақытындағы тіл білімін жасаған Рабиға Сыздықова болсын, Әбдуәлі Қайдар болсын, бұлардың бәрі бірінен бір өтетін. Сол Ахмет Байтұрсыновтың ізін жалғаған. Бірақ өзінің заманы үшін сол Ахмет Байтұрсынұлынан қалған жаңалықтарды ашып, жүйелеп, сол кісінің үлгермей кеткен жұмыстарын соңына дейін жеткізген осы Совет үкіметі кезіндегі тілші ғалымдарды айтуға болады. Бұлар жаңағы аты аталған кісілер. Мен әлі оқымаған, әлі тереңдеп оқымаған, әлі толық түсініп үлгермеген ғалымдар болуы мүмкін. Әлде де алдағы уақытта сол өзім
таң қалатын ғалымдардың тізімі ары қарай жалғасатын шығар деп ойлаймын. Рахмет. Және мен сіздің кітаптарыңызды оқыған едім. Сол кітап жазуда қандай қиындықтарға кездестіңіз? Және оларды қалай шештіңіз? Енді проза жазған кездегі ең үлкен қиындық адамның бір орында ұзақ уақыт отыруы ғой. Мысалға қазір жазып отқан кітабым 213 бет болып тұр, 213 бет. Осы 213 бет біреудің кітабын 213 бетін көшіріп көрсеңіз, мысалға үлкен қиын жұмыс қой енді бір дайын мәтінді көшірудің өзі. Ал енді соны өзің ойдан жазып шығаратын болсаң, 213 бет жазған кезде тағы да бір 213 бет өшіріп кететін болуы да мүмкін. Жазып отырып адам өшіріп қайтадан жазатын кездер болады ғой. Кемінде бір 50-60 бет өшірілді ол жерден, аз дегенде құрағанда. Сонда қарасаңыз қазірдің өзінде бір 300 беттей жазылып, оның 213 беті қалып тұр деп айтуға болады. Сол 213 бетті 210 бұл жерде негізі кез келген нәрсе жазған кезде мүмкін 3 түрлі қиындық шығатын шығар. Біріншісі ақпарат іздеу, материал іздеу. Не жазасың, сол жазатын нәрсеге қатысты мәліметтер, адамдармен сөйлесу, олардың әңгімесін тыңдау деген сияқты бір мәселе. Екіншісі соның бәрін ойлап қорыту. Ол тек қана жазатын кезде ноутбуктың алдына отырған кезде ғана болмайды. Автобустың ішінде тұрғанда, машинамен кетіп бара жатқанда, түнде жатқанда, жол жүргенде, кез келген қолың бос отырған кезде, жаяу жүрген кезде, серуендеп, сондай кездерде адам ұзақ ойланады, жаңағы бәрін құрастырады, қайсыдан кейін не болады, оны не үшін жазбақшы, сөйтіп көп ойланғаннан кейін бар оның бір кілті табылады. Содан кейінгі үшіншісі жаңағы қара жұмысы, соны жазып, ойда тұрған нәрсені қағазға түсіріп жазып шығу. Бұл үшін жаңағындай аз дегенде бір отырған кезде, енді 1 сағат, ең тез дегенде 2 сағат мүмкін. Сондайдан күніне бірнеше реттен отыратын кездер болады. 3 сағат, 4 сағаттан 2 сағат, 1-2 сағаттан сөйтіп 2 рет, 3 рет отыратын кездер болады. Сөйтіп күн сайын отырып 2 ай, 3 ай деген кезде бір нәрсе шығады. Арасында үзіліп қалатын кездер болады жағдайларға байланысты, бірақ бір ұзақ үзілсе үзіліп қалады. Сол үшін ұзақ уақыт үзбеу үшін, ары қарай созылып кетпеу үшін шама келсе күнде отыру керек болады ұзақ нәрсені жазған кезде. Сол жұмыстың қиындығы деген сол енді. Кез келген жұмыстың өзінің қиындығы бар, бірақ онсыз болмайды ғой. Өйткені бәрі оп оңай болса, ол жерде ертең бәрі роман жазып кетеді деген сияқты. Сондай бір табиғи қиындықтар ғана деп ойлаймын. Ал енді бұлай заманымыз тыныш, ешкім бізге кедергі жасап жатқан жоқ, жазба деп жатқан ештеңе жоқ. Сондықтан бұрынғылар сияқты емес, біздің заманымыз жақсы заман ғой деп ойлаймын. Ал енді қазақ тілінің дамуына кері әсер ететін қандай проблемалар бар деп ойлайсыз? Қазақ тілінің дамуына саяси проблемалар бар, оларды айтпай ақ қояйық. Одан бөлек біздің өзіміздің қазақтардың өзінің сапасының көтерілмегендігі тікелей себеп қой деп ойлаймын. Әрбір қазақша сөйлейтін, қазақша ойланатын, қазақша түс көретін адамның сапасы жоғары болса, жағдай басқаша болар. Сапа жоғары болу деген не? Сапа жоғары болу деген адамның деңгейі, оның таңертеңнен кешке дейін қалай өмір сүретіні, оның жағдайы, ол не нәрсеге ұмтылады, қандай жақсы өмірге ұмтылады, ол қазақ тілінен басқа қандай тіл біледі, ол жалпы өмірінде қандай кітап оқыған, өмірінде қандай жерлерге барып көрген, өмірінде не туралы ойланған, қандай кино көреді, қандай музыка тыңдайды, таңертеңнен кешке дейін уақыт немен өткізеді, не істеп өткізеді. Осының бәрі айналып келген кезде оның тұрмысына да әсер етеді, оның былай көңіл күйіне, интеллектуалдық деңгейіне де әсер етеді, айналып келгенде ол денсаулығына да әсер етеді. Осының бәрі жиналып келген кезде қазақ тілділер мен және қазақша білмейтіндер осы елдегі қайсысының өмірі жақсы деген кезде қазақша білмейтіндердің өмірі жақсы болып шыға келеді. Өйткені олар қалаға бұрын келген, бір-бірін қолдайды. Сол арқылы да олар жақсырақ өмір сүреді. Сонымен біздің деңгейіміз кішкене қазір де жақсы, бірақ бұдан да жақсы болған кезде қазақ тілінде көп мәселе шешілетін шығар деп ойлаймын. Ал қазіргі заманда әдеби тілдің сақталуы мен дамуы үшін қандай бағыттар бойынша жұмыстар жүргізу керек деп ойлайсыз?
Әдеби тілін сақтау үшін біз енді халық саны аз, жер көлемі үлкен, сондай ел болғандықтан бізге мемлекеттік құрылымның көмегі де керек болады. Осы жағынан телеарналардың, газет журналдардың, ғылыми институттардың, басқа да шығармашылық ұйымдардың жұмысы жақсырақ болса екен деген ой болады осындай кезде. Жазылып жатқан шығармалар, түсіріліп жатқан кинолар, шығып жатқан әндер, солардың бәрінің мәтіні жақсырақ болса, сапалырақ болса, қазақ тілін жақсы білетін адамдар сондай жұмыстарға тартылса, термин жұмыстарын дұрыстап жүргізсе, жаңағы ғылыми мекемелерден шығатын кітаптар бар, орфографиялық сөздік бар, академиялық грамматика деген кітап бар екен, сол кітаптар дұрыстап шықса, одан кейін ол дұрыстап таратылса, осындай жан жақты бағытта, бірнеше бағытта жұмыстар жүрсе, негізі әлде де қазақтың дұрыс тілін меңгерген адамдар бар. Сол бар кезде біраз нәрсені істеп қалуға болады, бірақ уақыт өткен сайын ол мүмкіндік азайып бара жатыр. Көреміз енді, алдағы уақытты болжау қиын, бірақ үмітіміз бар. Әрбір осындай нәрсеге жанашитын адамның белсенділігі, өзін өзі дамытуы, аздаған бір өзіне айлық төленетін, стипендия төленетін жұмыстардан бөлек қосымша бір жұмыс істеп бір пайдасын тигізуі сол маңызды болып тұр. Өйткені біз аз халықпыз. Қазақстанның халқы аз десек, оның ішінде қазақша білетіндер аз, оның ішінде қазақшаға жанашитындар аз дегендей. Және әркім өзінің баласын қазақша өсіру керек. Ең үлкен мәселе сол. Орысша сөйлеп кетуінен орысша сөйлей берсін, ағылшынша сөйлесін, вьетнам тілін үйреніп алсын, өзі біледі ғой, бірақ қазақша білмей қалуынан қорқу керек әрбір қазақ. Ал одан қорықпайтын болса, онда қиын болады жағдай. Ал болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Жоспар көп: кітап шығару, подкаст түсіру, кітап жазу, кино түсіру, сосын жаңағындай сөздіктер жасау, мекемелердің нұсқаулықтар мен сөздіктер жасау мекемелердің тапсырысы болса. Негізінен осындай жұмыстар. Оның бәрі жаңағы мысалы кино түсіру деген өте көп ақша керек кино түсіруге. Жаңадан көп кітап шығару үшін біздің шығарған кітаптарымызды адамдар көбірек сатып алу керек. Жаңағындай сөздік бір нәрсе жасау үшін бізге мекемелер тапсырыс беру керек деген сияқты ғой. Маған байланысты жағдайлар бар, маған тікелей қатысы жоқ жағдайлар да бар. Ареке, Ал қазір қарақат. Көркем шығарма жазу ойда бар ма еді? Болашақта? Жазып жатырмыз. Жазып жатқан көркем шығарма ғой, иә? 2,5 жылдан бері жазып жатырмын. Өте керемет. Жақсы. Қарақат, қоя бір сұрақ. ал енді болашақта өкінбес үшін жас кезде уақытты қалай өткізу керек деп ойлайсыз? Денсаулыққа зиян нәрселерді істемеу керек. Көп денсаулыққа зиян әдеттерді насихаттаған қоғамда көп артығымен насихатталған денсаулыққа зиян, болашақта адам өкінетін нәрселер көп насихатталады қоғамда жалпы. Кинода болсын, әзіл әңгімелерде болсын. Одан кейінгі мәселе, адам өзі бір шама келсе жамандық жасамаған жақсы. Ол денсаулыққа емес, ол адамның ішкі былай жан дүниесіне зиян келтіретін нәрселер. Одан кейін сол материалдық жағдайында адам ертерек ойлаған дұрыс. Әсіресе жігіт адамдар, оны да ертерек ескерген дұрыс. Осындай жан жақты физикалық жаңа денсаулығы болса, анау материалдық адамның ақшасы болса, одан кейін жан дүниесі болса, одан кейін енді білімі ғой. Осы 4 түрлі бағытта дамиды ғой адам өзі. Білім өзі анау кім Абайдың айтатыны, қолымды мезгілден кешсе